10 сынып физика пәні номері 8 сабақ. Тақырыбы гравитациялық өрістегі дененің қозғалысы. Сабақтың мақсаты кинематика және динамика тараулары бойынша пысықтау және дене қозғалысының негізгі параметрлерін есептеп үйрену. Сонымен өткен тақырып бойынша қайталау сұрақтары. Бірінші сұрақ: қозғалыстың тәуелсіздігінің мәні неде? Екінші сұрақ: көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене қалай қозғалады? Үшінші сұрақ: қандай шарт кезінде ұшу қашықтығы максимал мәнге ие болады? Қайталау сұрақтарына жауаптарыңызды жазбаша түрде жазып, тапсырмалармен бірге тапсыруға болады. Сонымен келесі қайталау тапсырмалары. Бірінші тапсырма: тұрақты шамалар. Бұл жерде өте оңай деп ойлаймын, себебі өткен тараудың ішінде біз өткен сіздермен бірге екі тұрақты шама бар. Біріншісі еркін түсу үдеуі және гравитациялық тұрақты. Жалпы физикада бұдан да көп тұрақты мәндер бар. Соның ішінде кинематика және динамика тарауында сіздерге есеп шығару барысында кездесетін бұл тұрақты мәндердің сандық мәні және өлшем бірлігі неге тең болатынын көп нүктенің орнына толықтырып жазамыз. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмада бұл қай ғалым? Суретке қарап отырып, бұл ғалыммен бұрын бірінші және екінші тарау тақырыптарын өткенде кездестірдік және аты жөнінде кездестірдік, ашқан заңдарымен де танысқан болатынбыз. Кезінде бұл ғалымды сэр деп атаған. Ол классикалық механиканың атасы. Сонымен сіздер бұл ғалымның кім екенін және аты жөнін және ашқан жаңалығын толықтырып дәптерге жазамыз. Сонымен үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада формула сыры деп аталады. Яғни біз алдымызда физикалық шамалар берілген. Сәйкесінше әріптермен белгіленулер көрсетілген. Үшінші қатарда олардың өлшем бірліктері көрсетілген. Физикалық шамаларды белгілену мен өлшем бірліктерімен сәйкесінше стрелкалар арқылы сәйкестендіреміз. Мысалы, бірінші жұмыс А әріпімен белгіленеді, өлшем бірлігі джоуль. Осы сияқты қалған физикалық шамаларды сәйкестендір. Келесі тапсырмада физикалық атаулары бойынша өрнектелуін жазыңыз. Яғни алдарыңызда формулалардың аталуы ғана жазылған. Мысалы, үдеу. Яғни көп нүктенің орнына, сызықшаның орнына біз үдеу шамасының формуласын, яғни өрнектелуін жазып көрсетуіміз керек. Екінші, бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Формуласы қалай өрнектеледі, соны жазып көрсетеміз. Үшінші, Гук заңы, яғни бұл серпімділік күшінің формуласын көрсетеміз. Төртінші, сырғанау үйкеліс күші, яғни үйкеліс күші туралы ойымызды пысықтаймыз. Бесінші, күш жұмысы, яғни бұл бізге де бұрыннан белгілі жұмыс. Алтыншы, қуат механикалық. Жетінші, аспан денесіндегі еркін түсу үдеуі. Олардың өрнектелуін жазып көрсетеміз. Сонымен келесі тапсырма. Бесінші тапсырмада біз жаңа жоғарыда төртінші тапсырманың барлығын орындап болсақ, формулалардың барлығы есімізге түсті деп ойлаймын. Олай болса, бесінші тапсырмада сол есімізге түскен формулаларды түрлендіріп үйренеміз. Яғни, бірінші, бүкіл әлемдік тартылыс күші формуласын анықтап аламыз. Екінші тапсырмада сол бүкіл әлемдік тартылыс күші формуласының ішіндегі R, яғни ара қашықтықтың мәнін табу үшін формуланы қалай түрлендіреміз? Осы жөнінде жазып көрсетеміз. Екінші, центрге тартқыш үдеу. Бұнда да центрге тартқыш үдеудің формуласын жазып аламыз. А тең болады деп, соның ішіндегі жылдамдықтың мәнін қалай формуладан формула туындатамыз. Осы жөнінде жазып көрсетеміз. Үшінші, тең үдемелі қозғалыс үшін жолдың формуласын жазамыз.
соның ішіндегі А, яғни үдеудің мәні неге тең екенін анықтап шығарамыз. Төртінші, жаңағы жоғарыдағы бүкіл әлемдік тартылыс күші, бірақ соның ішіндегі тартылатын денелердің бірінің массасын табу керек. Бесінші, аспан денесінде еркін түсу үдеудің мәнін формуласын жазып аламыз, соның ішіндегі үлкен R мәнін табамыз. Келесі, балалар, тесттік тапсырма берілген. Бұл тапсырмада қысқаша ғана белгілеп ғана жазамыз. Бірінші, жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама. Екінші, нүктенің шеңбер бойымен бір айналым жасауға кеткен уақыты. Дұрыс жауаптарыңызды ғана белгілеп, дәптерге жазамыз. Үшінші, үдеудің халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі. Төртінші сұрақ, еркін түсу үдеуі нешеге тең? Бесінші сұрақ, тең үдемелі қозғалыстың формуласы. Алтыншы сұрақ, бастапқы жылдамдығы 0-ге тең болған кезде қозғалыстың формуласы қалай жазылатынын көрсетеміз. Мінекей, енді сіздермен бірге есеп шығарамыз. Мысал есебі. Бірінші, тыныштық қалпынан 0,6 метр секунд квадрат үдеумен қозғала бастаған автомобиль қанша уақыт ішінде 30 метр жол жүреді? Бұл есептің жазылуын төменде көрсеттік. Яғни 0,6 метр секунд квадрат үдеуіміз бар, бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең, және жүрген жолымыз 30 метр. Бізге қанша уақыт ішінде дейді, яғни бізге уақытты табу керек. Олай болса, тең үдемелі қозғалыста бастапқы жылдамдық 0-ге тең болса, бізде АТ квадрат бөлінген 2 деген формуламен өрнектеледі. Осы формуланың ішінен түрлендіріп, уақыттың мәнін келесідей аламыз, яғни түбірасты 2S бөлінген А, яғни үдеу. Нәтижесінде уақыт 10 секунд шықты. Екінші мысал есепке назар аударайық. Жер бетінен қандайда бір биіктіктен вертикаль төмен құлаған дененің бастапқы жылдамдығы 5 метр секунд. Дене жылдамдығының уақытқа тәуелділік теңдеуі. Яғни біз бұл жерде теңдеуді жазып көрсетуіміз керек. Үдеудің мәнін 9,8 деп аламыз, және бастапқы жылдамдығы v0 5 метр секунд. Біздің табуымыз керек теңдеуін, яғни формулаға сәйкес мәндерін орнына қойып, келесідей теңдеу аламыз. Яғни v тең болады 5 қосу 10-ты. Осы есептерді негізге ала отырып, келесі тапсырманы өзің орындап көр. Бірінші, дененің қозғалыс теңдеуі берілген. X тең болады 20 қосу 60-ты. Дененің бастапқы координатасын, жылдамдығын және 2 секунд өткеннен кейінгі координатасын табыңдар. Дәл осыған ұқсас жеңіл екінші есепті орындап көр. Берілген график бойынша дененің координаталарын, жылдамдығын және 4 секундтан кейінгі координатасын табыңдар. Дененің қозғалыс теңдеуін жазыңдар. Графикке қарап отырып сандық мәндерді аламыз және соған сәйкес теңдеуін жазамыз. Олай болса, бүгінгі сабақтағы түсінген және пысықтаған барлық формуламызды жинақтай отырып, келесі 3 есепті де оңай шығарарсыздар деген сенімдемін.